Түн ортасында мен онлайн заказ бердім. Көп ұзамай қонақ бөлме жақтан есік қағылған табанды дыбыс естілді. Қауіпсіздік үшін курьерге жеке хабарлама жаздым. Есіктің алдына қалдыра салыңыз, кейін өзім аламын. Бірақ кенет сырттан электрондық дауыс шықты. Саусақ ізі тексерісі қате. Саусақ ізі тексерісі қате. Тып-тыныш түнде бұл дыбыс мені қатты қорқытты. Мен бірден ұйқымнан толық оянып кеттім. Неге түн ортасында саусақ ізімен ашылатын құлып іске қосылды? Дереу төсегімнен атып тұрып, дірілдеген қолыммен телефонды бақылау камерасының қосымшасын аштым. Экраннан үрейлі көріністі көрдім. Жеткізуші қызметінің формасымен киген курьер есігімнің құлпын саусақ ізі арқылы қайта-қайта ашуға тырысып жатыр екен. Өзімді өте жайсыз сезініп, платформа арқылы курьерге тағы абайлап жаздым. Кешіріңіз сұлу ханым, сіздің хабарламаңызды көрмеппін. Сізді атап қорқытып қойған шығармын. Қазір-ақ кетемін. Оны оқып сәл болса да тынысым кеңіді. Бірақ артынша экраннан курьердің бұрылып менің домофон камерама тура қарағанын көрдім. Сол сәтте бейне кенеттен өшіп қалды. Сосын курьердің хабарлама келді. Ха-ха-ха, сен шынымен мен бұл айтады деп ойладың ба? Бұл хабарлама менің тынысымды ішіме тартып қалдырды. Әлбетте дәл қазір үй кіреберісіндегі камераны бір нәрсе жауып тастағаны анық еді. Бұл адам шын мәнінде нені ойлап жүр? Мені мазасыздық биледі, бірақ сабыр сақтауға тырыстым. Егер оның арам ойы болса, бәлкім мен үйде ешкім жоқ сияқты болып көрінсем, кетіп қалар. Тоқта, сен менің камерама зақым келтірдің. Мен полиция шақырамын, сені ұстап алады. Егер мен үйде болсам, әлде қашан өзіммен айналысқан болар едім. Хабарлама жібергесін барынша қобалжуымды тегжеп, қарсы жақтан жауап күтіп, экранға қадала қарадым. Олай етпеңіз. Ханым, мен жай ғана әзілдедім. Менде заттарыңызды жауапкершілікпен тапсырайын деп едім. Үйде болмасаңыз, келесі тапсырысты жеткізбей кеттім. Өтінемін, үстіме шағымданбаңыз, сау болыңыз. Сол сәтте тапсырыс жабық деп белгіленді. Курьердің хабарламасын көргенде шағымданудың ойынан айнып қалдым. Қазір түнгі сағат 2. Ал ол менің мекен-жайымды біледі. Егер кек алғысы келсе, жағдай қиын болуы мүмкін. Жаңа ғана болған оқиға мені қатты шошытты. Есікті бекітіп тастадым. Сол кезде ішім ауырып, бірден дәретханаға жүгірдім. Унитазда отырып сырттағы затымды алу керек деп ойладым. Бірақ қазір оларды алуға шығуға мүлде батылым жетпеді. Күрсініп әлі жұмыста жүрген күйеуіме хабарласып, қайтып келгенде оларды алып кіруін өтінейін деп шештім. Жуынатын бөлмеден абайлап шығып, күйеуіме қоңырау шалмақ болдым. Бір бейтаныс телефон қоңырауы әрең ғана естілді. Қоңырау небәрі 1-2 секундқа созылды. Бірден үзіліп қалды. Мен қайтадан ширығып кеттім. Не болып жатыр? Неге менің есігім жанында біреу жүр? Қоңырау дәл есіктің алдынан соғылғанына сенімді болдым. Дыбыс 1-2 секунд шықса да, дәліздің іші тым-тырыс болғандықтан естімеу мүмкін емес еді. Әлгі курьер әлі кетпеді ме? Үйдегі камералар әлі де қап-қара түнек, ештеңе көрінбейді. Жоқ, сыртта кім болса да, мен қауіпсіздігімді қатерге теге алмаймын. Бірден күйеуіме хабарластым. Жаным, не болды? Деген күйеуімнің дауысы мені сәл тыныштандырды. Мен оған жағдайды қысқаша айтып бердім. Ол жақында қайтып келетінін айтты. Күйеуім полиция қызметкері, жұмыста жиі-жиі. Әдетте ол үйге келгенде бәрі тынышталады. Бірақ дәл қазір менің қорқынышым сондай. Оны тезірек келуге іштей асықтырдым. Осы түн тыныш өтсе екен деп іштей тілеп тұрдым. Есік қатты қағылды. Артынша бейтаныс ер адам дауыс естілді. Сәлеметсіз бе? Бұл мен курьер. Тапсырысыңызды шатастырып алыппын. Басқа клиент жаңа ғана хабарласты. Кеш уақытта мазалағаным үшін кешіріңіз. Шығып бірге қарап жібермейміз бе? Мен білдіртпей кіреберіс есікке жақындадым. Қорыққаным сонша аузымдағы сілекейді де дыбыс шығармай әрең жұттым. Ешбір дыбыс шығаруға батылым жетпеді. Мен онымен жай ғана сөйлесе алмаймын. Өйткені жаңа ғана үйде ешкім жоқ дегенмін. Егер қазір жауап берсем, өзімді әшкерелеп қоямын. Есік қағу тоқтар емес. Онымен бір нәрсе шатастырды ма, әлде тағы да алдап мені сыртқа шығарғысы келе ме? Егер қайтадан армаса, мен не істеймін? Мен есіктің ар жағында адаммен үнсіз қарсыласқандай біраз уақыт солай тұрдық. Ақыры есік қағу тоқтады. Қарғысатсың, шынымен үйде ешкім жоқ екен, бездер күтіппін. Содан кейін есік сыртында толық тыныштық орнады. Бірақ мен есікке тым жақын тұрдым. Алайда ешқандай аяқ дыбысы естілген емес. Мен баяу ғана есікке жақындадым. Кенет есік тағы да қатты соғылды. Әлгі дауыс қайта естілді. Мен ақымақ көресің ба? Мен сені байға жуық күтіп жүрмін. Үйде барсың ба, жоқсың ба? Соны білмейді дейсің бе? Таңғы 5 шамасы мен жеткізуге тамақ тапсырыс беріп отырмын. Ал курьер есіктің алдында кетпей тұр. Сырттан қайта-қайта саусақтың ізі арқылы ашу әрекетінің сәтсіз дыбысы естілді. Қорққаным сонша үйде жоқ сияқты болып отырдым. Сол сәтте есік сыртында бейтаныс адам: мен бір айдан бері үйіңнің маңында тұралдап жүрмін. Ал сен әлі жоқ сияқты болып отырсың. Мен осылай ұзақ ойнай аламын. Енді сен де менімен ойнайсың ба?
өзіңді қол жетпес етіп көрсетпей, жалғыздықта баяғыда шыдай алмай жүрсің бе? Оның сөздеріне бала өзімді жоғалтуға болмайды. Қайтадан күйеуіме қоңырау шалып, қайда екенін сұрадым. Ол қазірдің өзінде біздің подъезге жақындап қалғанын айтты. Сол сәтте үміт пайда болды. Полицей күйеуім қазір келіп қалады. Әлгі сұм дайын болсын. Сырттағы дауыстың қашан тынғанын байқамаппын. Оның қашып кетуіне жол бере алмаймын. Лифт өте жылдам. Маған оны 1-2 минутқа ғана кідірту керек. Даусымның дірілін жасырып, әлдеге қаттырақ. Кетіп қалдың ба? Сен дұрыс айтасың. Күйеуім кейде түні бойы үйге келмей қалады. Оған бәрібір шығар. Көрер деп мазасызданып жауап күттім. Бірнеше секундтан кейін сырттан дауыс естілді. Міне осылай дұрыс түсінген жақсы болды. Ол сені әлде қашан алдап жүрген шығар. Есікті аш. Жеркенешімді әрең тежеп, асықпа кіре тұр, киімді ауыстырып алайын да бірден шығамын, дедім. Жауап болмады. Не болып жатыр? Әлде менің уақытым созып тұрғанын түсініп қойды ма тағы да? Неге үндемей қалдың? деп сұрадым. Біраздан соң ар жағынан сыбыр естілді. Лифт жоғарыдан көтеріп келеді. Мен әлесе баспалда қатталып тұрайын. Біреу келіп бізге кедергі жасаса жаман болады. Мен тісімді қызып кетпеуін өтіндім. Бірақ дәлізден асығыс қадам дауыс естілді. Шынымен тығылып кеткен сияқты. Бұл туралы күйеуіме айттым. Ол қабылдадым. Мен келіп тұрмын. Мен жеткенше ешқашан жалғыз шықпа. Жақында бәрін реттеймін, деді. Жақсы деп жауап бердім. Уақыт өте баяу өтті. Үйде күйеуімді күтіп отырдым. Ол әлгі сұмдықты жазалап, әділдік орнатады деп үміттендім. Байқамай көзім ілініп мүлгиіп кеттім. Отырған күйі қалғып бара жатқанымда ақылды құлыптың дабылы қайтадан басылды. Саусақ ізі анықталмады. Сол сәтте саусақтың ізі сәтті танылды. Құлыптың дауысы хабарламасынан оянып кеттім. Жақсы, күйеуім әлгі адаммен есеп айырылысып қойғаны ма? Мен ағаң ғана атын атап шақырдым. Жауап болмады. Сол сәтте бір нәрсені түсіндім. Жоқ, бірдеңе дұрыс емес. Егер бұл менің күйеуім болса, неге саусақ ізі сонша рет танылмай қалды? Есік сәл ғана ашылғанын көре сала, мен бірден жатын бөлмеге жүгіріп бардым. Ішінен бекітіп алдым. Түнгі тыныштықта қонақ бөлмеден ауыр аяқ дауыстар естілді. Жаңа ғана ақылды құлып 5 рет саусақ ізі танылғанын хабарлады. 5 рет артқы есік жақта бірнеше минут үнсіздік орнады. Құлып сірә уақытша бұғатталған. Тек 6-шы әрекетте ғана қолжетімділік көрсетілді деген хабарлама шықты. Күйеуім солақай. Ол жүйеге сол қолының саусағын тіркеген. Ал адамдардың көбісі оңақай. Күйеуіме хабарлама жібердім. Жағдайың қалай? Жіберу батырмасын басқан сол еді қонақ бөлмеден дауыс шықты. Жүрегім зу ете қалды. Сонда ол қонақ бөлмеде ме? Маған жаңа ғана өте қорқынышты болды. Сен әлгі адамды ұстауға кеткенде мен көршілерге кіріп кеттім. Үйге қайтып келгенде міндетті түрде маған айт. Осы хабарламаның жүйесін бір сәтте полицияға да хабарлама жолдадым. Хабарламаның жеткізгеніне көз жеткізіп, өзімді қолға алып, жағдайды қайтадан сабырмен бағалауға тырыстым. Егер қонақ бөлмеде шынымен күйеуім болса, бұл ең жақсы нұсқа. Ал егер ол болмаса, мен полицияны қайта шақырдым. Қонақ бөлмедегі аяқ дыбыстары тоқтады. Мен демімді ішке тартып телефонға қайта қарағанда күйеуімнен кіріс қоңырауы түскенін көрдім. Бірақ қоңырауды бірден байқамай уақытында жауап бере алмадым. Күйеуім хабарлама жазыпты. Неге қоңырауға жауап бермегенімді сұрап, көршінің менің оның үйінде жоқ екенімді айтқанын жеткізді. Мен қазірге кірдім, диванда отырмын деп жазыпты. Сосын ол маған скриншот жіберді. Ашып қарасам, оның көршімен жазған хабарламасы екен. Дәл сол сәтте қонақ бөлмедегі тағы да аяқ дыбыстар естілді. Есіктердің ашылған дыбыстары шықты. Бұл менің күйеуім емес. Егер шынымен күйеуім мені іздеп жүрсе, маған жай ғана қоңырау шалу әлде қайда оңай емес еді. Мен қонақ бөлмемден әлгі көрердің дауысын естідім. Ол тікелей сөйлесуге батпады. Себебі өзін күйеуім ретінде көрсетіп жатқанын мен аңғарып қояма деп қорқады. Бірақ ол күйеуімнің нөмірін қайдан алды? Полиция шақырғанына 3 минуттай уақыт өтті. Мен барынша өзімді ұстап, үрейге берілмеуге тырыстым. Неғұрлым көп ойласам, соғұрлым уайымым да күшейе түсті. Маған сабыр сақтау керек. Уақыт ұту үшін күйеуіме хабарлама жаздым. Менің әдетте өте сақ болатынымды білесің ғой. Саусақ ізі сонша рет танылмай қалды. Қалай уайымдамаймын? Түн тым-тырыс. Сол сәтте қонақ бөлмедегі адамның жатын бөлменің есігін жақындаған естідім. Тұтқаны бұрады. Телефонның экраны қайта жанды. Сен жатын бөлмедесің бе? Түн болды ғой. Мені шаршадым. Есікті аша сал. Тағы бір хабарлама. Бұғаттауға қатысты айтқаның рас. Менің қолымда өткір сәт болды. Бас бармағымды жарақаттап алдым. Мен 6-шы рет қана ашылды. Түсіндірмесі қисынды сияқты. Әлде шынымен бәрін өзім ойлап тауып жүрмін бе? Ол көрер ғана. Тым ой болса да біреуге зиян келтіруге тәуекел етпес. Ондай жағдайда түрмеге түсу мүмкін ғой. Бірақ бәрібір көңілім орнығар емес. Біз бір шаңырақтың астында тұрамыз. Егер ол мені іздесе, неге айқайлап шақырмайды? Неге менің қайда екенін жазып сұрамайды?
Дауысымды естігенде ғана тынышталғанмын деп жаздым. Бірден бірінші дауысты хабарлама келді. Үшеуі қатарынан түсті. Дыбыстық толқынды көріп сәл тынышталғандай болдым. Дауысты хабарлама жіберуге батылданса, бәлкім шынымен күйеуім шығар. Телефонды құлағыма тақап хабарламаны қостым. Бейтаныс бірақ аздап таныс естілетін дауыс денемді түршіктірді. Жаныменен жасырынасың ба? Енді бізге ешкім кедергі болмайды. Бір құпияны айтайын. Бұрын мен құлып ашу қызметінде жұмыс істегенмін.